Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жасалуы тез, жаз уақытында өте жеңіл, денсаулыққа да пайдалы, дәруменге бай борщтың ерекше жасалу жолын бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен үйдегі бар етімізді суға салып, 2-3 сағаттай қайнатып аламыз. Бұл енді өзіңіздің етіңізге байланысты. Егер тез пісетін болса, онда 1 сағатта жеткілікті. Етті түсіріп алғаннан кейін дәл сол сорпаға сарымсақты, үккіштен өткізілген сәбізді және де үккіштен өткізілген қызылшаны салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Және де оның үстіне жіңішке ұзыншалап туралған қырыққабатты салып шығамыз. Барлық көкөністерді өз еркіңіз бойынша қалауыңызға қарай турай берсеңіз болады. Қатып қалған ереже жоқ. Енді тәтті бұрыштарымызды саламыз. Бұрыштарды салып шыққаннан кейін қақпағын жауып қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін 4 бұрышты қылып туралған картопты салып шығамыз. Және де осы жерде тұз бұрышын дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Мен чеснок қостым. Және жаңағы пісіріп алған етімізді турап салып жібереміз. Енді картошкасы піскенше бір қайнатып аласыз. Осымен біздің өте тез дайындалатын жазғы уақыттағы жеңіл әрі пайдалы дәруменге бай борщымыз дайын. Енді ыдысқа құйып, үстіне әртүрлі көкшөптерді, укроп, петрушканы қосып ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге рецепт ұнайды деген үміттемін. Дәмі өте күшті, супер болып шығады. Егер де жасап көрген болсаңыздар, осы видеоның астына пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, қолдап жіберулеріңізді өтінемін. Және де достар, менің каналымда осы уақытқа дейін әртүрлі ыстық тағамдардың және де ерекше тағамдардың, салаттардың рецептісімен бөліскен болатмын. Сол видеоларды өтіп көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да түрлі рецепттермен бөлісемін. Сондықтан міндетті түрде каналға тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қойсаңыз болады.